Қайырлы күн баршаңызға. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен тойымды таңғаш жасайтын боламын. Сол себепті видеоны соңына дейін қарап тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алдымен бізге осындай тандырнан керек. Дәл ортасынан бөліп аламыз. Өте қарапайым рецепт, сол себепті міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Міне дәл осылай ортасынан бөліп алдық. Енді майонез жағамыз. Немесе кетчуппен алмастырсаңыздар болады, және қаймақ жақсаңыздар да болады. Менде майонез жақтым, өте дәмді шығады. Артынан колбаса, помидор болса помидор қосыңыз, қоспасаңыз да өте дәмді шығады. Артынан сыр осындай үккіштен өткізіп қосу керек. Және де бетін жауып, табамызға салып духовкаға жіберетін боламыз. 180-190 градуста 15-20 минут ұстасаңыз, өте керемет, қытырлақ, бірақ іші жұмсақ болып шығады. Өте дәмді шығады. Қараңыздар қандай керемет шыққан. Міндетті түрде жасаңыздар, және де каналыма тіркеліп алыңыздар. Басқа да рецепттер сізді күтуде. Баршаңызға ас болсын. Осымен таңғы асымыз дайын. Сіздермен Гүлдана.